Сенатта бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желілердің мемлекеттік идеологияны қалыптастырудағы орны тақырыбына дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Жиынға Сенат депутаттары ақпарат және қоғамдық даму министрі Дархан Қыдырәлі, сондай-ақ бірқатар министрлік пен облыс әкімдіктерінің өкілдері, республикалық бұқаралық ақпарат құралдарының басшылары және медиа сарапшылар қатысып, пікірлерімен бөлісті. Бүгінді идеологиялық шепті нығайту маңызды болып отыр. Әсіресе шекаралық өңірлердегі азаматтарымыз сыртқы ақпараттық кеңістіктің ықпалына түсіп қалып жатқан жағдайларда аз емес. Өзекті мәселені ашық қалдыруға болмайды. Осы дөңгелек үстелді ұйымдастыру жұмыстары аясында сенаторлар ел арна телеарнасында қазақ газеттері жауапкершілік шектеулі серіктестігінде болып қайтқан еді. Енді сарапшылардың өздері келіп, салада ақсап тұрған мәселені көтерді. Шешілу жолын ұсынды. Жалпы медиа үлкен күш. Ол төртінші билік дегенмен ол төртінші билік емес, кейде тіпті бірінші билікке де көшіп кетеді. Өйткені кез келген әлеуметте қоғамда болып жатқан жағдайдың барлығын, қазір біз жаңа ғана мен сөзімде айттым, әлемнің 60% интернетті қолданса, Қазақстанның 90% интернеттен алып отыр. Барлық ақпаратты, әлеуметтік байланыстың барлығын интернеттен алып отыр. Сондықтан медианың, әсіресе әлеуметтік медианың рөлі өте жоғары. Сондықтан оны бақылауда ұстауымыз тәуелсіздігін алып қоймай, бірақ бәрібір бақылауда ұстауымыз өте маңызды. Сенаторлар өз кезегінде сарапшылар мен қатысушылардан осы саланы одан әрі дамыту және идеология бағытын реттеу үшін заңнамалық тұрғыдан қандай көмек көрсету керектігін сұрады. Сонымен қатар сөз арасында олар дөңгелек үстел отырысының қорытындысы бойынша үкіметке жолданатын ұсыныстар әзірленетінін атап өтті. Қазіргі таңда әсіресе жастар әртүрлі ақпараттық ағымдарының спектрінде қалып қойды. Сондықтан оны қалай қорғаймыз, өзіміздің оның орнына біз қандай контент түсіне аламыз. Соңғы жылдары өздеріңізге белгілі ғой, мына соңғы кездері жасөспірімдер арасында қатыгездік, агрессия көп. Бұның әлеуметтік интернет ресурстарда оның кері әсері бар, кері әсерін тигізді, соның салдарынан деген мәселені айтып жатыр қазіргі таңда мамандар. Осы мәселеде қозғалды және балаларды интернеттегі зорлық-зомбылықты, агрессиядан қалай қорғауымыз керек мәселесі.